Соңғы кездері әлеуметтік желіде қандастар мәселесі қызу талқыланып жатыр. Тақырыптың қоламталы түйінге айналып шыға келуіне Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының 2023 және 2027 жылдарға арналған тұжырымдамасы себеп болды. Шынын айтқанда, аталған тұжырымдаманың 5-ші бөлім 4-ші бағытындағы қоныстану өңірлерін және Қазақстан Республикасының азаматтығын алу үшін кемінде 5 жыл тұру мерзімін ескере отырып, қандас мәртебесін беру тәртібін қайта қарау қажет деген сөйлем бәріміздің жүрегімізді зырқ еткізді. Қазақтың ұлы көші өткен ғасырдың 90-шы жылдары басталды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін сол кездегі қоғамдық, саяси, экономикалық жағдайдың қиындығына қарамастан шетелдегі қандастарды атажұртқа шақырды. Бұл қазақ ұлтының тағдырына, ұлтымыздың болашағына қатысты өте дұрыс шешім болды. Осы ұлы бастаманың арқасында елімізде қазақтың саны көбейіп, елдегі салмағымыз артса, шетелдегі тілінен, дінінен, дәстүрінен көз жазып қалуға айналған қандастарымыз ата жұртына жетіп, аңсаған арманы орындалды. Алайда көштің жолы кедергісіз болған жоқ. 30 жылда көшке жасалған қиянат та аз емес. Биліктегі пиғылы бұрыс, өкшесі қисық, мысық тілеулес шенділерді былай қойғанда, қарапайым халықтың арасында да өзіміз күн көре алмай отырғанда оралмандарды шақырып не керек? Оларға жәрдемақы беріп, жағдай жасағанша, осы топырақта туып өскен жергілікті халыққа жағдай жасамай ма? Деп кері толғаған ағайындар да болды. Ел басына күн туғанда қашып кетіп, ел болып еңсемізді көтергенде келіп, даяразға тік қасық болды дейтін жетесіз пікірді айтылды. Соның салдарынан ата жұртым деп аңсап келген біраз ағайын азаматтық ала алмай табанынан тозды. Тіпті сонау Жаңаөзендегі жағдайды оралмандар жасаған деген желеумен 5 жылға дейін азаматтық бермей қиналдырады. Қандас мәселесі қазіргі таңда тек қана шетелдегі 6 миллионнан астам қазақтың тағдырына ғана тіреліп тұрған тақырып емес. Керісінше қазіргідей күрделі кезеңде ел іргесін бекемдеп, ұлт болып үйісіп, егемен ел ретінде еңсе көтеруімізге саятын салмақты мәселе. Көлемі жағынан әлемде 9-ші орында тұратын Қазақстанның жері кең болғанымен, халық саны аз. Жеріміздің көбі бос жатыр. Оның үстіне солтүстіктегі өңірлердің жыл сайын ендеп, шекарамыздың жыл сайын жаңашылдана бастауы бас ауыртатын басты тақырыпқа айналды. Мемлекет құрушы тұлғалы ұлт, қазақ ұлтының елдегі жалпы саны 25 миллионға жетпеуі, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде күш ала алмауы сияқты себептерде санымыз көбеймей, санамыз өспей оңалмайтынын көрсетті. Қазақстанда халық санының өсуі аяқ алысы тым баяу. 1989 жылы санақ бойынша еліміздің жалпы халық саны 16 миллион болса, 2019 жылы 19 миллионнан әзер астық. Яғни 30 жылда 3 миллионға көбейдік. Оның 1,5 миллионы шетелден келген қандастар екенін ескерсек, 16 миллион халықтан 30 жылда 1,5 миллион өсім көру қанағаттанатын көрсеткіш емес. Тәуелсіздік алған кезде халық саны бізбен қарайлас көрші ел Өзбекстан 30 жылда 30 миллионнан асып кетті. Әрине, бұл арада Қазақстаннан көшіп кеткен басқа ұлттарда көп болды ғой деген себепті алға тартуға болар. Бірақ бұл сылтау ұлтымыз санының өспей жатқанын жасыра алмайды. Бір ауыз сөзбен айтқанда, біз демография мәселесін ұлттық идеология тұрғысынан қарастырғанымыз жоқ. Сол салғырттығымыздың кесірінен солтүстікке көш бағдарламасы да кешігіп қолға алынды. Шынын айтайық, қандастардың көңілінде Назарбаев биліктен кеткеннен кейін ұлы көштің жағдайы қалай болар екен? Көш тоқтап қалмас па деген күдік көп болды. Бірақ ел тізгінін қолға алған Қасым-Жомарт Тоқаевтың шетелдегі қандастарымызды елге қайтару ісі ешқашан назардан тыс қалған емес, қалмайды да. Дүние жүзіндегі қандастарымыздың басын туған жерде біріктіру біздің қасиетті парызымыз деген сөзі бұл күдікті біржолата сейілтті. Президент биылғы жолдауда да қандастар мәселесін қозғап, ішкі миграцияға қатысты саясаттың түбегейлі өзгергенін атап өткен еді. Бұны естіп, мүмкін қандастардың азаматтық алу жұмысы тіпті де жеңілдейтін шығар. Шетелден келген қандастарды олай-бұлай сенделтпей, бір терезеден жұмыс бітіретін қызмет механизмі қалыптасатын шығар деп үміттенген едік. Бірақ мемлекет басшысының қандастар мәселесін басты назарда ұстайтын саясатына қарсы жасалған жоғарыдағы тұжырымдама бұл үмітіміздің күлін көк ұшырып, сенімімізді селге кетірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының президенті былай деген еді:
Шетелдегі қандастарымызды елге қайтару ісі ешқашан назардан тыс қалған емес. Қалмайды да. Дүние жүзіндегі қандастарымыздың басын туған жерге біріктіру біздің қасиетті парызымыз. Аталған тұжырымдаманы жасаған орындардың уәжіне жүгінсек, бұл еліміздің солтүстікке көшіру сынды стратегиялық саясатына жан бітіріп, ең қалған елді мекендерді қайта қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Оған да келсек, бірақ көшіп келген ағайынды өзі көздеген жерге жібермей, билік меңзеген жерге жіберіп бір мәжбүрлесек, енді оған 4-5 жыл азаматтық бермей қинаудың қандай қажеті бар? Бірден азаматтық беріп көшіріп апарса не болады? Билік бұдан нені ұтпақ? Қазақша сұрасаң орысша жауап беретін өңірге Қазақстанның жағдайын толық түсінбейтін, орыс тілін білмейтін шетелден келген қандастарымыз түгілі осы елде туып өскен азаматтардың өзі бармай, барса да кері көшіп кетіп жатқан жоқ па? Ендеше неге бұл жоспарымыз жүргізілген саясаттың құрбаны ата жұртын аңсап келген қандастар болу керек? Біз мемлекеттің оңтүстіктен солтүстікке көшіру саясатына қарсы емеспіз. Шетелден көшіп келген қандастарды да еңбек күші аз, ең қалап жатқан шекара орындарға орналастырып, ұлттық тепе-теңдікті сақтауда дұрыс шешім. Бірақ бұл бағдарламаның олқылығы оңалмай тұрып, қандастарды сол жаққа қарай айдау, болсаң бол, болмасаң бордай тоздың кебі. Өйткені солтүстікке көш бағдарламасы көшетіндердің жоқтығынан емес, көшіп барғандарға жағдайдың дұрыс жасалмауынан туралап тұр. Президент те биылғы жолдауында үкімет оңтүстіктен солтүстікке көшіп жатқан азаматтарға жәрдемақы бөлудің қолданыстағы тәсілдерін қайта қарау керек деп тегін айтқан жоқ. Ендеше осы кемшілігі көп жобаны шетелден көшіп келген қандастардың есебінен орындау және оларды соған мәжбүрлеу үшін 5 жыл бойы азаматтық бермеу қандастарға жасалған қиянат қана емес, ұлы көштің жолын кесіп, ұлттың ұлы ұйысуына қарсы жасалған қадамнан басқа ештеңе де емес. Солтүстікке көшіп барғандарға үй беру, көші-қон ақысын төлеп беру, 1 жылдық үй жалдау ақысын үкімет есебінен көтеру сынды тиімді саясаттардың атқарылып жатқаны рас. Бірақ бұл да формашылдықтан шыға алмай отыр. Атап айтқанда, бұл баянсыз көмек солтүстікке көшем деушілерді ынталандырып, сол арада біржола ірге теуіп кетуіне сенім сыйлай алмай отыр. Бұның бірнеше түрлі себептері бар. Біріншіден, солтүстікке көш мемлекеттің өте маңызды бағдарламасы болғанымен, оның атқарылуы әр өңірде әр түрлі. Қалыптасқан өлшемі жоқ. Әр өңір өзінің жергілікті жағдайына қарай атқарып отыр. Мәселен, Павлодар облысы көшіп келушілерді баспанамен қамтыса, Қостанай облысында мұндай мүмкіндік жоқ. Екіншіден, қазіргі жасалып жатқан жәрдемдердің көбі көшіп келушілердің уақытты қиыншылығын шешкенмен, олардың сол араға ірге теуіп, бір жола қоныстанып қалуына сенім сыйлай алмайды. Үшіншіден, көрсетіліп жатқан көмек мардымсыз. Мәселен, оңтүстік аймақта 150 мың теңге жалақы алып жүрген немесе сол мөлшерде табыс табатын азаматтарға айына 300 мың теңге жалақы беремін десе, әрине келіседі. Тіпті көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы мен қарттардың зейнетақысына дейін басқа өңірлерден бір есе жоғары болу керек. Бұл жұртты ынталандырады. Көшіп келген ағайынды өзі көздеген жерге жібермей, билік меңзеген жерге жіберіп бір мәжбүрлесек, енді оған 4-5 жыл азаматтық бермей қинаудың қандай қажеті бар? Бірден азаматтық беріп, көшіріп апарса не болады? Төртіншіден, солтүстікке көшінің қарқын алуына оралғы болып тұрған бір себеп климаттың парқы екенінде ескерген жөн. Жылы өңірлерде өскен, солтүстіктің суығын көрмеген адамдарға жылы қонысын тастап, 6 ай қысты ақ қар, көк мұздың астында өткізу оңай емес. Тіпті ауа райына үйлесе алмай, ауырып қалуы мүмкін. Сондықтан оларға көрсетілетін тегін медициналық көмектердің де түрін молайту қажет. Бесіншіден, солтүстікке көшкендер көз алдында қиыншылықты шешу үшін емес, ұзақ болашақтық жоспармен барады. Бірақ ол жоспарын үкіметтің берген бір реттік жәрдемақысы кепілдендірмейді. Сондықтан олардың кіндігін жерге байлау керек. Яғни оларға мал бағатын жайылым, егін салатын алқап берілуі керек. Бұл мәселе бұрында айтылған, алайда көбінің басы таудай, аяғы қылдай болып жоқ болды. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысы 2019 жылы көшіп келсеңдер жерде, үйде, жұмыста дайын деп Алматы облысынан
мен танитын 10 шақты отбасын көшіріп әкелді. Алайда келгеннен кейін әуелгі сөздерінен айнып, егістік жерді аукцион арқылы аласыңдар. Оған қатысу үшін сіздерде комбайн, трактор, астық сақтайтын қойма болу керек деген шартты қойды. Оларда бұндай шарт жағдай жоқ. Ақыры ауылдың барлық техникасын жиып, комиссияның көзін көлегейлеген бір пысық аукционда ұтып шықты да, 2 күннен кейін аналарға келіп, алсаңдар жерімді жалға беремін деп шіреніп тұр. Демек, солтүстікке көшіп барғандарға жер беру үшін сол өңірдің жер телімін беру әдісіне де түбегейлі түрде өзгеріс жасау керек. 6-шыдан, көшіп келушілерді қоныстандыратын өңірлердің басшыларын ұлтжанды, мемлекетшіл азаматтардан қойып, атқарылып жатқан бағдарламаны құдағи қайтқанша қылмай, мемлекеттік саясаттың өнімді жүргізілуіне кепілдік еткен дұрыс. 7-шіден, көшіп келушілерге мемлекеттік тілде қызмет көрсетуді қамтамасыз ету керек. Тілі де басқа ұлтқа ауып кеткендердің бағдарламамен көшіп келушілерге жылы қабақ танытып, жан тәнімен көмектесуге екіталай. Айта берсек, солтүстікке көштің кемшілігі де түзететін тұстары да баршылық. Міне осы мәселелерді дұрыстай алмай тұрып, ата жұртын аңсап келген қандастарды бірден осы өңірлерге көшіру, және оларға 5 жылға дейін азаматтық бермей мәжбүрлеу, жоғарыда айтқанымыздай, болсаң бол, болмасаң бордай тоз дегеннен басқа түк демес. Сондықтан солтүстікке көштің ұпайын қандастармен толтыруға тырысу, ұлы көштің жолын кесіп қана қалмай, солтүстікке көш сынды стратегиялық бағдарламаны да жарға жығып тынады. Өйткені 5 жылға дейін азаматтық берілмесе, және қалаған жеріне көшіп бара алмаса, шетелден ешкімнің де көшіп келгісі келмейді. Әсіресе Қытай қазақтарының көші бір жолата тоқтайды. Соңғы жылдары Қытайда қазақтардың Қазақстанға келуі мұңға айланды. Бәрінің паспорттарын жинап алған үкімет оларға шетелге шығамын десе, 40 есік 80 бастықтың алдынан өткізіп, 3 ай ішінде қайтып келетіні жөнінде аузынан дәт, қолынан қат алады. Сондай-ақ 3 туысын кепілге көрсетуге тиіс. Белгіленген уақытта келмесе, кепілге көрсеткен адамдарға қысым жасалады. Бізде осындай құрықтан 6 ай ішінде Қазақстан Республика азаматтығын алғанымыздың арқасында әзер құтылғанбыз. Енді келген ағайынға 5 жыл бойы азаматтық бермесе, олардың тағдыры не болмақ? Мұны билік буындары қоғам өкілдерімен бірге талқылап, шешімін табар деген сенімдеміз. Мақаланы жазған, жолдаған Қалиақпар Үсемқанұлы. Құрметті тыңдармандар, менің жеке көзқарасым бұл пікірге мемлекетіміздің алдағы түрде жоспарлап отырған 5 жылға дейінгі азаматтық берілмейді дейтін, сөзсіз солтүстік районға барып тұру керек дейтін, осындай қандастарымызға жасалмақшы болған осындай саясатты жолға қойылудан бұрын біз бұған түбегейлі түрде қарсы тұруымыз керек. Ендеше сіздердің пікірлеріңіз қандай? Айтатын жеке пікірлеріңіз болса, жеке көзқарастарыңызды астына комментарийға жазып қалдырыңыздар. Сау, сәлемет болыңыздар.